Демалыс күндерден бастап Риддерде жаңа жылды мерекелеуге ұштастырылған шаралардың тізбегі өтуде. Бақшалар мен мектептерде мерекелік таңертеңгіліктер, табиғатта ойын-сауық шаралар, жүйрік үштік пен балалардың шана тебуі, сонымен қоса джиптер мен скутерлерге міну. 26 желтоқсанда Мәдениет сарайында әкімнің жаңа жылдық шыршасы өтті. 13 жасқа дейінгі 120 бала мерекелік шараға қатысты. Әкімнің атынан жаңа жылдық ертегіге шақыртуды алғандар ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар және жетімдер, аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балалары, оқуда, спортта, шығармашылықта жетістікке қол жеткізген дарынды ұл-қыздар. Қайырлы күн, құрметті балалар, ата-аналар. Баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Біз бұл мерекені ерекше күтеміз, тілектеріміздің орындалғанын тілейміз. Сондықтан мен балаларға денсаулық пен армандарының орындалғанын тілеймін. Ата-аналарға да зор денсаулық, жұмыстарына табыс, армандарының орындалуын тілеймін. Бүгінгі мереке есте қаларлықтай көңілді өтсін. Баршаңызға денсаулық, береке тілеймін. Балалар биледі, көңіл көтерді, жұмбақтар шешті. Әкімнің шыршасы көңілді сайыстармен, сүйікті ертегі кейіпкерлерімен, сабынды көпіршіктердің жарқын шоуымен және әрине тәтті сыйлықтармен есте қалды. Аяз атамен, Ақшақармен бірге оларды Риддер әкімі Дмитрий Горьковой табыс етіп, балаларды келе жатқан жаңа жылмен құттықтап, уайым қайғысыз, бақытты балалық шақ тіледі.